Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше пирогты жасаймыз, кеттік. Алдымен қамырын әзірлеп аламыз. Ол үшін сары майға қантты, жұмыртқаны қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Майымыз міндетті түрде бөлме температурасында тұру керек. Одан кейін жұмсақ болу үшін 60%-дан жоғары майды пайдаланған жақсы. Мінекей жақсылап осылай барлығын араластырып болғаннан кейін енді қажетінше ұнымызды және де қопсытқышты салып, жақсылап бірінші осылай қасықтың көмегімен араластыра отырып, жұмсақ қамырымызды жасайтын боламыз. Қамыр дайын болған соң енді әдемілетіп осылай формаға жайып шығатын боламыз. Форманың диаметрі менде 23 см. Бортиктарын биіктеу етіп, жұқалатып осылай әдемілетіп видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Пирогтың қамыры дайын, енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін 3-4 осындай алма қажет болады. Алманың сыртын міндетті түрде алып тастаймыз. Сол кезде біздің бәлішіміз нәзік балғын болып шығатын болады. Одан кейін видеодағыдай осылай 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Алманы кесіп болған соң табаға сары май мен қантты осылай ертіп аламыз. Сары май бізде жақсылап еруі қажет. Еріп болған соң оған барлық манағы туралған алмаларды салатын боламыз. Осылай әдемілетіп салып, үстіне бір шай қасық корицамызды қосамыз және де араластырамыз. Корицаны ұнатпайтын болсаңыз, сәл қоссаңыз да болады. Мінекей жақсылап осылай араластырып езіп болған соң, дайын болғаннан кейін бір шай қасық жүгері крахмалын қосамыз. Одан кейін қамырымыздың үстіне салып, 180 градуста қыздырылып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Оған дейін дәл видеодағыдай меренгісін әзірлеп алатын боламыз. 25 минут өткен соң енді барлық меренгамызды осылай пирогтың үстіне саламыз. Меренганы қыздар жақсы шығу үшін қою сіздің табаңыз міндетті түрде құрғақ және де тап-таза болуы қажет. Осылай барлығын жақсылап бетіне жайып шығатын боламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай әдемілетіп узорларды жасаймыз. Енді пирогымызды 180 градуста шамамен беті қызарғанша 10-15-20 минуттай пісіреміз. Пирог дайын болды. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде көңіліңізден шығатынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.